Қайырлы күн достар. Бүгін сметаник пирогын жасаймыз. Ең алдымен ұнымызға холодильниктен шыққан салқын сары майымызды, қантты және де разрыхлительді салып, қолымызбен ұнтақтап, крошка жасап аламыз. Пирогқа қажетті заттардың мөлшерін төменге описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Міне осындай песочный тесто шығу керек. Енді бір жұмыртқамызды салып, қамырды біріктіреміз. Қамырымызды салафан пакетикке немесе пищевой пленкаға орап, холодильникке жарты сағатқа сала тұрамыз. Қазір енді біз начинкасын дайындап алуымыз керек. Начинкасын дайындау үшін таза қырғақ ыдысымызға қаймақты салып, үстіне жұмыртқаларымызды жарып, қант қосып, біркелкі массаға айналғанша араластырып аламыз. Көп араластыруға болмайды, себебі қаймағымыз сұйылып кетуі мүмкін. Сондықтан да бір араластырып, бір массаға келтіріп аламыз. Осымен біздің начинкамыз дайын. Қамырымызды холодильниктен шығарып, формамызға әдемілеп жан-жағынан бортики жасай отырып орналастырып аламыз. Пирогымыз көтеріліп кетпеу үшін вилкамен тесіп алғанымыз дұрыс болады. Енді начинкамызды құйып, 180 градус қысып тұрған пеште 30-35 минут пісіріп аламыз. Осылай пісіріп берсеңіздер де болады, немесе жеміс-жидек салсаңыздар да болады. Өте дәмді болып шығады. Пирог осылай пісіп шықты. Өте әдемі және дәмді көрінеді. Мен құлпынай қосып дайындаған болатынмын. Кез келген жидекті қоса берсеңіздер болады. Видео ұнаса лайк басып қойыңыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.